жолаушылармен қарым-қатынас, жолаушыларға жақсы қызмет көрсеткен, 494 орын берілген. Жақсы міндетін атқару керек, кәсіби маманы болу керек өзінің. Негізі темір жолда жалпы 19 жылдан аса істеймін. Оның 2010 жылдан бастап пойыз бастығы шығарды. 2012 жылы арнайы пойыз бастығы міндеті шығып, содан 2013 жылы осы Тальго бағытына ауыстырды. 2013 жылдан бері Астана телімдегі Тальгода істеймін. Жолаушылар жайлы айтсам, жаз уақытында бір бағытта 500-ден астам жолаушы жүреді. Астанадан Өскеменге, Өскеменнен Астанаға 1100 жолаушыдай болады. Қазіргі уақытта осы пойыздың бізде 494 орын берілген. Оның кірет шығады, сонымен 1000-нан аса жолаушы жүреді бір рейстің өзінде. Ал егер бір айда шамамен алса, онда 10 мың, 30 мың көп. Қазіргі таңда Тальгоға көп жолаушы мінетін. Негізі жастайымнан осы салаға келгеннен кейін өзім жұмысымды сүйіп, осылай жаймен бірінші парк охранадан бастап сол пойыз бастығына дейін көтерілдім. Ұнайды, жолаушылармен қарым-қатынас, жолаушыларға жақсы қызмет көрсеткен, жол серіктеріміз бар, жолаушыларға жақсы қызмет көрсетіп, әртүрлі жолаушылар кездеседі, әрқайсының көңілін табу, басқа міндеттеріміз бар. Айта берсе, ол өте көп ұзақ әңгіме болады, бірақ өзім жұмысымды ұнағандықтан осы жұмысты осы саланы таңдадым. Жолсерік өзінің жұмысын жақсы міндетін атқару керек, кәсіби маманы болу керек, өзінің жолаушыларды күлімдеп қарсы алып, өзінің қызметтерін атқарып, тағы да басқа жолаушылардың көңіл күйі әркелкі болады жол жүру барысында. Оған да арнайы қарап, болмаса кейде тығыз жағдайлар болса келіп маған айтады. Соны жол барысында өзіміз шешудің амалын қарастырамыз.